көшуді жоюға балама қолданыстағы сандық өсу жүйесі бойынша. Сандық өсудің заманауи жаһандық жүйесі келесі белгілермен сипатталады. Бізді қоршаған шексіздік жағдайында ресурстар мен тауарлардың жасанды тапшылығы, ақша несиелік және қарыздық қатынастардың үстемдігі, экономикалық қызметтің негізгі мақсаты ретінде пайданың басымдылығы және басқа белгілермен. Заманауи өзін-өзі тағайындаған элита тарихтың циклдік сипаты туралы қалыптасқан догмаларына сүйене отырып, спираль бойынша барған сайын жоғары деңгейде дамып келеді. Адамзатты және әлеуметтік экономикалық формацияға мәні бойынша құлдыққа ұқсас жоғары цифрлық деңгейге бағыттайды. Жаһандық әділеттілік идеясын желеу етіп, олар бүкіл планетадағы кедейлік пен құқықтық әділетсіздік деңгейін біріктіруге, халықты басқарылатын массаға айналдыруға тырысады. Олардың сценарийі бойынша жасанды түрде жасалған экологиялық қатерлерді сылтау етіп, адамзатты түбегейлі азайту керек. Адамдарды биороботтармен және технологиялық аналогтармен жасанды интеллектке негізделген машиналармен ауыстыру жоспарлануда. Олардың пікірінше, олардың мүдделері үшін халықты басқару оңайырақ болады. Халық санын қысқарту және оны биороботтар мен жасанды интеллектке негізделген жүйелермен алмастыру жөніндегі жаһандық бағдарлама аясында қасақана қақтығыстар тудырып, соғыстар басталып, санкциялар салынып, азаматтардың шетелдік юрисдикцияларындағы активтеріне тосқауыл қойылуда. Бұл ретте қамтамасыз етілмеген қаражат экономикаға жаппай құйылып жатыр. Бірінші кезекте әскери өнеркәсіпке, танктерді, зымырандарды, артиллерияны және басқа да қаруларды өндіруге бағытталған. Бұл әскери өнімдер ұзаққа созылған, жасанды қақтығыстарда тез жойылып, капиталды қайта бөлудің қатыгез циклін тудырады. Нәтижесінде өзін-өзі сайлаған элитаның тар шеңберінің қолында қаржының шоғырлануы күшейеді, ал халықтың негізгі бөлігі кедейлік пен тәуелділікке түсіп, бір мезгілде элита берілген ауқымға дейін қысқарады. Осылайша, қазіргі жүйенің логикасында сұраныс пен ұсынысты реттеу, қажетті бағаларды ұстап тұру үшін сипатталған тенденцияларды ескере отырып, қазірдің өзінде өндірілген жаңа тауарларды, автокөліктерді, тұрғын үйді, азық-түлік, киім-кешек және басқа да өмірлік маңызды тауарларды мақсатты түрде кәдеге жарату жүйелі түрде жүзеге асырылады. Мұндай тәжірибелер адамдардың өмір сүру сапасын төмендетіп қана қоймайды, сонымен қатар табиғи эволюциялық процестерге тікелей қайшы келетін, олардың дамуына кедергі келтіреді. Бұл сандық өсудің экспоненциалды жүйесінің сәтсіздігін көрсетеді және ұзақ мерзімді алдағы өмірде оның объективті жаһандық жойылуына әкеледі. Адамзаттың өліп бара жатқан экспоненциалды сандық өсу жүйесінен табиғи сапалы дамудың жаңа альтернативті жаһандық алгоритміне көшуін жүзеге асыру үшін жүйелі түрлендіру кезеңі қажет. Сапаны дамытудың жаңа алгоритмі келесі негізгі принциптерге негізделген. Ресурстардың объективті көптігі жағдайында жасанды тапшылықты жою, ақшалай қарыз моделінен шығынсыз бағалау және қолдаулардың әділ алмасу пайдасынан бас тарту, өндірістік және тұтынушылық белсенділіктің негізгі мотиві ретінде пайда үшін жарысты тоқтату, қоғам мен жеке тұлғаның дамуына жаңа ұйымдастырушылық және этикалық тәсілдерді енгізу. Мұндай көшуді жүзеге асыру ескі жүйенің алгоритмдерін кезең-кезеңмен қысқартуды және искр бағдарламасы сапаны дамытудың халықаралық жүйесі аясында жаңа жүйенің тетіктерін қатар орналастыруды көздейді. Бұл біркелкі және бақыланатын көшуді қамтамасыз етеді.
әлеуметтік сілкіністердің тәуекелдерін барынша азайтады және үйлесімділікке, ақылға, қонымды жеткіліктілікке және интеграцияға негізделген тұрақты даму үшін жағдай жасайды. Адамзаттың қолданған жүйелі мәселелерін шешуге кірісу және оның өзін-өзі жоюына жол бермеу үшін декларациядан біртіндеп ең алдымен экономикалық салада нақты практикалық қайта құруларға көшу қажет. Күш-жігерді салдармен күресуге емес, қазіргі жүйенің кемшіліктерін өтпелі кезеңнің ресурстары мен артықшылықтарына қайта пішімдеуге бағыттау маңызды. Бұл тәсіл бізге әлеуметтік тұрақтылықты сақтай отырып және бар әлеуметті пайдалана отырып, сапаны дамытудың жаңа жаһандық жүйесіне бір қалыпты және сындарлы түрде өтуге мүмкіндік береді. Төмендегі есептеулерде көрсетілген мұндай түрлендірудің мысалы, әсіресе Қазақстанға тән нақты құрылымдық проблемалар болуы мүмкін. Осылайша осы аумаққа қатысты келесі деректер ағымдағы экономикалық теңгерімсіздіктің мысалы бола алады. Олардың негізінде өтпелі модель шеңберінде қайта құрулар мүмкін. 2023 жылдың аяғында қазақстандық инвесторлардың ресейлік эмитенттердің бағалы қағаздарына инвестициялаған және санкцияларға байланысты бұғатталған активтері 166 миллион ақш долларына немесе оны 0,88-ге көбейткенде 146,6 миллион евроға немесе осыны 587,37 теңгеге көбейткенде 85 миллион теңгеге жетті. Оның 144 миллион доллары санкцияланған эмитенттерден түскен. Бұл дерек көздер бойынша белгілі. 2022 жылдың наурызында Ресей қаржы министрі Антон Силуанов батыс елдері Ресей банкінің алтын валюта қорының жартысына жуығын 300 миллиард долларға жуық бөлігін бұғаттағанын хабарлады. 1 доллар 0,188 еуро бағамы бойынша бұл шамамен 264 миллиард евроны құрайды. Мұндай жағдайда ресми қағаздар мен декларацияларға негізделген мүдделерді алға жылжытудың бос әдістерінен бас тарту керек. Оның орнына кез келген қарсылықты тиімсіз және тиімсіз ету үшін шынайы экономикалық ынталандыру тетіктерін пайдалану керек. Экономикалық мәселелерді төмен басылымдылықтар деңгейінде соғыс пен зорлық-зомбылық арқылы шешудің орнына проблемаларды сындарлы шешуге мүмкіндік беретін неғұрлым қуатты құралдар, экономикалық шараларды қолдану керек. Кешегі қарсыластарды серіктес пен одақтасқа айналдыратын шешімдерді табу маңызды. Ресейлік активтерді бұғаттауға байланысты Қазақстан қаржысы бұғатталғаны анық. Сондықтан Ресей қаржысының босатылуы қазақстандық ақшаның да шығуына себеп болады. Егер батыс үкіметтері Ресейге қоятын талаптарының көлемін өз бетінше анықтап, батыс компаниялары арқылы өз экономикасын қолдану үшін өз банктеріндегі тиісті қаражатты бұғаттау туралы қарама-қайшылықты шешім қабылдаса, мынандай сұрақтар туындайды. Неге осы батыс компанияларының бірі Искр жүйесінің операторы Dreamix GmbH Ресеймен қайшылықсыз ресейлік резиденттермен жасалған келісім шарттар бойынша талап ету құқықтарын сатып алу, осы бұғатталған қаражаттың КСРО мемлекеттік банкі жанама түрде расталған талап ету құқықтарын қанағаттандыру үшін Алматыда тіркелген Видерге Бурт банкке тікелей бөлігін аудара алмайды. Мұндай шешім Ресейдің жауап санкцияларынсыз оңтайлы болатыны анық. Бұл әсіресе Ресей мен бейбітшілік орнатудың өсіп келе жатқан жаһандық үрдістердің аясында маңызды. Төмендегі есептеулер
мысалдары осы ұсыныстар шеңберінде ынтымақтастың 3 ықтимал схемасын ұсынады. Бірінші, транзиттік құралдар. Жақсы жаһандану презентациясындағы өзін-өзі басқару және экономикалық өзара әрекеттесу құрылымдары DreamXNet. Екінші, талап ету құқықтарын сатып алу. DreamX.net. Үшінші, қолдау тарату орталықтары. Центрраспределение арқылы қолдау тарату орталықтары DreamX.net. Егер бірінші және үшінші схемалар шеңберінде бұғатталмаған қаражатпен жұмыс істеу мүмкін болса, онда екінші схемаға сәйкес бұғатталған қаражатпен де жүзеге асырылуы мүмкін. Мысалы ретінде Қазақстанды пайдалана отырып, жобаны жүзеге асырудың 3 схемасы бойынша тараптардың қатысуын есептеудің мысалы. Айта кету керек. Бірінші кезеңде барлық тараптардың мүдделері үшін туындайтын мәселелерді бірлесе шешу үшін ұлттандыруға балама DreamX.net сияқты ұсыныстар аясында, оның ішінде Қазақстанның жергілікті әкімшілік органдарының бизнес құрылымдары арқылы активтер иелерін тарту ұсынылады. Тұрғын үйді пайдалануға беру көлемі 2023 жылы Қазақстанда 17,5 миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріледі. Бұл 2022 жылмен салыстырғанда 11,9% артық. Оның 10,9 миллион шаршы метрі көп қабатты үйлер, 6,5 миллион шаршы метрі жеке тұрғын үйлер. Тұрғын үйге сұраныс 2023 жылы тұрғын үйді сату операциясының саны өткен жылмен салыстырғанда 20,5%-ға төмендеп, 370,551 транзакцияны құрады. 2025 жылдың сәуіріндегі жағдай бойынша Қазақстан бойынша соңғы сатып алушы үшін тұрғын үйдің 1 шаршы метрінің жаңа ғимараттар бастапқы нарық орташа құны 508,107 теңге. Осы мәліметтерге сүйене отырып, сатылмаған тұрғын үйдің шамамен көлемін оңай есептеуге болады. 17,5 миллион шаршы метрді 20,5%-ға көбейткенде 3,159 миллион шаршы метр. Құны 508,107 теңге. Бұл деректерді өздігінен баптау кестесіне енгізу арқылы біз келесі деректерді аламыз. Мысалы, Қазақстанның Ресей арқылы мұздатылған қаржысына байланысты қиындықтарды қарастыратын болсақ, бұл бұғатталған қаражатты пайдаланудан түскен жалпы пайда 85,179 миллиард теңгені немесе 146,6 миллион евроны құрайды. Автоматты түрде конфигурацияланған кестеден көріп отырғанымыздай, ең тиімдісі батыста бұғатталған қаражатты Қазақстанда халық экономикасын құру үшін пайдалануға және бұғатталған Ресей арқылы қазақстандық қаржыны қолдау алмасу схемасын жүзеге асыруға мүмкіндік беретін екінші нұсқа. Бұл DreamX қолдау алмасуға арналған ішкі ақпарат тасымалдаушылары арқылы Қазақстанға қаражат аудармай жүзеге асырылады. Бұл Германияның барлық орталық банкінің дәліздерді құруын талап етеді. Бұл қазіргі уақытта мүмкін емес еді. Бұл схема сондай-ақ уақытша әкелу схемасы бойынша екі жақты емес технологиялық жабдықты кедендік ресімдеусіз кәдеге жарату алымдарынсыз және санкцияланған аумақтарға экспорт-импорт қаржыландыру жатқызбай Қазақстанға келуді ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Егер Қазақстандағы 1 шаршы метр тұрғын үйдің орташа құны 508,107 теңгені құрайтын 3,159
159 миллион шаршы метр сатылмаған тұрғын үй туралы деректерді ескере отырып, осы тұрғын үйді сатудан түскен жалпы кіріс 1,82 триллион теңгені немесе 3,11 миллиард евроны құрайды. Енгізу кестесінде ынтымақтастықтың барлық қатысушылары үшін деректерді автоматты түрде алу үшін өнімді таңдау бағанына жойылатын басқа тауарлардың азық-түлік, киім-кешек және тағы басқа орнына қарсы бірлікті енгізуге болады. Таблицалар қосымша беріледі.